Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге 2 сынып қазақ тілі 1 бөлім 5 сабақта түсіндіретін боламын. Бүгінгі біздің тақырыбымыз у дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылуы. 17 жаттығу мәтінді түсініп оқы. Дала гүлдері. Ертегі. Далада өсіп тұрған бәйшешек пен бақбақ бір-бірімен таласып қалды. Ең әдемі гүл менмін, ең бірінші өсіп шығып, көктем келгенін хабарлап елді қуантамын, деді бәйшешек. Жоқ, ел мені жақсы көреді, өйткені менің 2 бас киімім бар. Біріншісі жайнаған сары гүл, екіншісі үлпілдеген үкілі бөрік, деді бақбақ қарсыласып. Екеуінің сөзін тыңдап тұрған қарт кісі: таласпаңдар, сендердің екеуің де әдемісіңдер, иістерің де керемет. Екеуің қатар тұрғанда даланы жайнатып, иістерін адамдарға қуаныш сыйлайды, деді. Содан бері бәйшешек пен бақбақ таласпайтын болыпты. Балдырған журналынан. Мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтар құрастырып, оларға жауап бер. Бірінші сұрақ: бәйшешек бақбаққа не деді? Ал екінші сұрақ, үшінші сұрақтарды өзіміз құрастыратын боламыз. Тапсырма топтық жұмыс ретінде беріледі. Бәйшешек бақбақ: ең әдемі гүл менмін, ең бірінші өсіп шығып, көктем келгенін хабарлап елді қуантамын, деді. Екіншісі: бақбақ бәйшешекке не деді? Ел мені жақсы көреді, өйткені менің 2 бас киімім бар. Біріншісі жайнаған сары гүл, екіншісі үлпілдеген үкілі бөрік, деді бақбақ бәйшешекке. Үшіншісі: екеуін де тыңдап тұрған қарт кісі не деді? Сендердің екеуің де әдемісіңдер, иістерің де керемет. Екеуің қатар тұрғанда даланы жайнатып, иістерін адамдарға қуаныш сыйлайды, деді. Тапсырма айт. Дауысты у қуантамын, қуаныш. Дауыссыз у бұл жерде екеу деген сөз екен. Ал 18 жаттығуда өлеңді көшіріп жаз. У дыбысы бар сөздерін ассынсыз. Халқымызда қыздар көп, еленген гүл атын. Әпкем аты Раушан, қарындасым Жалқасын. Балдырған журналынан у дыбысының дауысты немесе дауыссыз екенін дәлелде деген екен. Ал мен сіздерге жазып осылай ұсындым. Тапсырмада дауыссыз у бұл жерде Раушан, Жалқасын. У дыбысы дауыссыздан соң тұрғандықтан дауыссыз болады. Бүгінгі 19 жаттығуымызда суреттегі гүлдер мен аттас қыздарының есімдерін тауып көр. Сол сөздермен 2 сөйлем құрап жаз деген екен. Міне, Раушан және қызғалдақ деген гүлдер тұр. Біздің сыныптағы ең ақылды қыз Раушан. Менің қарындасымның есімі қызғалдақ, деп сіздерге 2 сөйлемді жазып ұсындым. Бүгінгі 20 жаттығу үй тапсырмасы ретінде беріледі. Сөздерді буынға бөліп оқы деген екен. Уыз, уылдырық, умаждау, улы деп буынға бөліп, дауысты әлде дауыссыз ба екенін білуге болады. Дауыссыз у бұл жерде уыз, уылдырық. Дауысты у, умаждау және улы деген сөздер. У дыбысы сөз басында дауыстыдан бұрын келсе, дауыссыздан бұрын келсе, дауысты болады. Орманда улы саңырауқұлақтар өседі. Рахмет тыңдағандар.